Мұхаммед Али айтқандай көбелек сияқты қалықтап, ара сияқты шақты, Жураевты төмпештеп осал жерін тапты дейді. Бокс деген Сабырхан, техника ол Махмұд, жылдамдығы ғажап найзаға дейді жарқ жұрқ. Кім жазып отыр? Чемпион болды таза, орындалды арман. Алаш саған риза, Шымкенттегі Арлан дейді Ғабит Сапарбек. Осы спортқа журналист болып кетсе бар ғой, төңкереді шынымен. Енді осындай жақсы жаңалықтың үстінде Шымкентте әдеп жолығып отырмыз ғой аға. Иә, жаңа бәріміз бокс көрдік қой енді. Тамаша. Жігіттер жарап тұр ғой. Жалпы көк тудың көтеріле бергені деген керемет нәрсе ғой. Әсіресе біз енді көрші Ташкентте болып жатқасын алаңдап, біздің енді бәсекелесетін салаларымыз көп қой ол. Ауыл шаруашылығы болсын, еңбек майданы болсын, спорт болсын, өнер болсын, қай уақыттан бір-бірімізге қарайлап отырамыз ғой, қошынада не болып жатыр дегендей. Сондықтан енді Ташкентке барып, әлем чемпионы болып келіп жатқанда, бұл жігіттердің енді үлкен еңбегі бар. Фейсбукта айтса бергеннен гөрі сол жаққа барып бір бокстасып жеңіп келген. Оның үстіне ана бокс осыдан бір 3-4 жылдың көлемінде алдым. Бір қожырап кетті ғой өзі. Қазір қайтадан кім ағамыз, Мырзағали Айтжанов ағамыз баспап келіп. Енді Мырзекең өзі бұған дейін де нәтиже көрсеткен кісі. Мырзағали Айтжанов ағамыз өзі экраннан көріп қалған кезде бір жеңіспен бейнеленеді бір. Бізге бір Мырзекеңнің арт жағында бір жеңіс тығылып тұрған сияқты. Сондықтан бапкерге де байланысты, бапқа да байланысты, баққа да байланысты ғой. Енді бұлай қарап отырсаң, жекпе-жекте жалпы жігіттеріміз мықты ғой. Мысалға Жәнібек Әлімханұлы қазір әлемдік додада топ жарып, үлкен деңгейде өзінің алтын белбеуін қорғап, тағы бір қомақты жеңіске қол жеткізіп жатыр. Өте берекелі болсын. Қасында Берік Сұлтан бауырымыз шапқылап жүр, осының барлығы елдің ынтымақ берекесін көрсетеді. Тынбайды ол да, Тынбайды, Сондықтан енді бұл бокстың төңірегіндегі жігіттеріміз жеке бәсекеде жарып шығып жатса, енді болашақта командалық ойындарда да үлкен нәтижелер көрсететін уақыт келетін шығар. Футболда да, мүмкін хоккейде. Футболдан соңғы жылдар нәтижеміз осы 1-2 жылдықта жаман емес қой. Бокс көрмеген жігіттер жаңа комментарийлерді оқып отырмын да Фейсбукта. Қарсыласы кім еді? Өзбек па, қазақ па? Ана өзбектің жерінде ұрып құлатса дегендей ғой енді. Соған бір рахаттанып отыр да. Ташкенбайдың Ташкенде өзбектер құлатқанынан арқаланып алған ғой бәрі. Енді Қытай құрамасының ішінде қаны қазақ бауырымыз отыр. Өзбек құрамасының ішінде қаны қазақ бауырымыз бүгін міне чемпион болып жатыр. Енді өзіміздің көк туды көтеріп барғандар бар. Жалпы бір қазақтың мерейі тасып жатқан жарыс болып тұр ғой. Сондай болды. Жаңа комментарийлерде енді жалпы бәсекелестік қой. Неге бір боксқа тақалып қалған ештеңе жоқ. Әйтпесе жоқ, Орта Азияда өзі Өзбекстан мен Қазақстан ғана емес қой. Мектен Қытайды айтпайды да ешкім. Ресейді айтпайды. Ресей мысалы Қазақтан 5 шықса, Ресейден де 5 бокс шықты финалға. Бірақ барлық назар жаңағы Өзбекпен болып. Енді Қатар тәуелсіздік алдық. Қатар дамыдық, саудаға қатар келдік, көп, сосын демографияда жарыстық, бірақ о жақтан өзекеңдер озып кетті. Эмигрант ретінде әлемге барып, мемлекетіне қаржы тартқанда өзекеңдер болды. Біз енді шикізатымызды сатып жатқан кезде олар еңбегін сатып, еліне ақша келді. Осы сияқты көптеген енді бір қарасаң кедейшілік сияқты, бірақ артында еңбек жатыр. Біздегі бір қарасаң байып жатқан сияқтымыз, бірақ артында басқа проблемалар бар. Сондықтан бұл бәсекелестің түрі көп. Мысалы, маған бір нәрсе ойландырады, осы Ташкентке барған сайын жергілікті қазақтар шайға шақырады, араласамыз, сұхбаттасамыз. Сол кезде, мысалға, мен сол жерден қолы бос жүрген қазақтың баласын көрген жоқпын да. Содан жатып ойландым. Жалпы қазақ жалқау емес. Қазақтың қолынан барлық тірлік келеді. Спортта келеді, еңбекте, ғылым мен техникада жұмыс жасау бәрі келеді. Бірақ соған кейде түрткі жетпейтін сияқты. Неге? Неге Ташкенттің түбінде тұрып жатқан қазақтар өте пысық, алғыр, әр нәрсеге жаңағы отша жанып тұрады. Неге мысалы Алматының маңайындағы қазақтар кейде әке-шешесінің пенсиясына қарап отырады. Бәрі емес қой, әрине, арасында бар. Сөйтсе мына орта бәсекелескен орта бәрібір адамды оталдырып жібереді екен да. Өйткені маңайың бәрі қыбырлап жатқан кезде әлгі
былай қарасаң маңайдың әсері деген үлкен нәрсе ғой. Ал енді бізде не жетіспейді десем, бізде еңбекқорлық бар, бізде идеяға құштарлық бар, жаңалыққа құштарлық бар, бірақ кейбір адамды жігерлендіре алмай қалатын сияқтымыз. Мысалға, еңбектенейін деп тұрған адамға жігер беріп, соны талпындырып, соған сенім ұялата алмай қалатын сияқтымыз. Екінші себеп бар, біреу мектепте жақсы оқиын деп жатса, немесе бір кәсіп бастап жатса, қойш, осы сенен бірдеңе шығады дейсің ба деп прикол ұстап, күліп, керісінше мүмкін даже аяғынан тартып жіберуіміз мүмкін да. Өсіп баратқан аяғынан тартпайсыз ғой. Біреу кафе ашса, соның тегін тамақ бермедің деп ренжіп, біреу есті ашса, менің машинем неге жөндемейсің деп ренжіп дегендей, бір жүрген тұрғанымызды, соған туыс болғанымызды міндет қылатын сияқтымыз. Енді Өзбекстанға барғанда сол байқағаным ғой, жалпы өзбекстандық қазақ пенен қазақстандық қазақты қарасаң, екеуі де бір қазақ та. Бірақ мынау жанталасып жатыр, мынау жайбарақат жүр, соны қарасаң, біз сол кейде жігер бере алмай жататын сияқтымыз. Немесе сәл қимылдайым дегенді қарызға батырып, енді дамып бара жатса қарыз сұрап, ақшасын тартып қап дегенде әйтеуір соны былай өсірмей қоятын сияқтымыз. Ал енді Өзбекстанда төңірегінің барлығы біреу шашлық сатып жатыр, біреу таксовай, біреу тірлік істеп жүр, сол нәрсе мені қуандырады. Мысалы бір Өзбекстанда тұратын інішекті білем, Айбек деген. Сол айтады, қолы кәдімгі күс болып кеткен да. Қолыңды ұстаған кезде кәдімгідей батады, қолыңа кедір бұдыр батады да. Сол бауырымнан енді сен не тірлік жасайсың десем, сол айтады да, мен таң намаздан кейін ұйықтамаймын, жақын жерде бір жұмыстар бар, соны бітіріп, таңертеңгі асқа отырғанша ақша тауып келемін дейді да. Сосын таңертеңгі астан кейін негізгі өзінің бір фабрикада жұмыс істейді, соған барып, шаруамды 4-ке дейін істеймін, 4-тен кейін тағы бір жерге бітіріп, сосын кешке келіп, кешкі тамағын ішіп, ерте жатып қалады екен да. Сонда бір күнде 3 жұмыс. Енді өзің ойлашы, таңертеңгі тамаққа, таңертеңгі асқа дейін бір жұмысты бітіріп келіп отыр да. 8-ге дейін. 8-ге дейін. Сөйтіп алдыма мақсат қойғам, 2 жылда көлік алам дедім, алдым. Енді ақша жинап жатырмын, осы күзде үйленем дейді да. Сонда жаңағы адам баласы еңбектенем десе, тірлік істейм десе, осылай да істеудің үлгісі бар ғой деп жаңағы таңғаласың да. Ал енді кейде балаң күніне бір жұмысты бітіріп келсе қонасың ғой, мысалға. Сағат 11-де тұрып, сағат 5-ке дейін бір жұмысты бітіріп келсе, ал жата ғой, жұмыс істедің, демал деп айтып жатамыз да. Сондықтан осы еңбек жағынан, еңбек ету жағынан бәсекелесіп жатса, екі елдің ортасында өте қуанышты, жақсы жағдай ғой. Қазақта жасаса жақсы жасайды ғой, мысалы Өзбекстан дейміз да, барып палауын жегенмен біздің осы оңтүстік аймақтың палауына жетпей жатыр да дәмі. Өзбектің Бесқазанның палауының өзі дейсің ғой. Бесқазанның палауы біздің осы оңтүстіктің палауынан дәмді емес. Енді өзімнің пікірімде. Сол ғой, ол. Қазақ істесе істейді. Істесе істейді, жасаса жасайды. Істеу керек те оны, істеу керек те оны. Адам жасағанды адам жасайды ғой. Енді мынандай ой қалдырады да, жаңа Өзбекстан мен Қазақстан бокстан басталып кетті ғой әңгіме. Қазір саясатында да ұқсастық бар сияқты да. Осы Қазақстан референдум жасап еді былтыр. Соның артынша референдум жасады. Одан бізде президенттік сайдауға өзгерістер енгізіп еді. Артынша жаңағы Мирзиев көкеміз президенттік сайдауына өзгерістер енгізді. Бір сыртқы саясаттағы ходтар дейміз ғой, жүрістері. Тура бір Қазақстанды бір араға 6 ай салып қайталап атқан бір жүрістер жасайды да. Тіпті Меккеге патшамыз барғанда да артынан ол кісі барып келді деген секілді. Бұл осы Азия елдерінде дейікші, енді Орта Азия елдерінде біздің бір көшбасшылық мемлекет ретінде қалыптасқандығымыз ба? Жоқ, әлде бізге қарап бір аңысын аңдей ме екен? Бәрі бар ғой енді, ол жерде былай қарасаң, бір-біріне қарап отыр ғой. Бірақ енді кейбір реформаларда, кейбір ғылым мен техникадағы, әлемдегі көптеген елдерменен етене араласу сияқты көп мәселелерде бәрібір біз нәтижелерге көп қол жеткіздік қой. Сондықтан ол саяси жағдай болсын, қауіпсіздік болсын, барлығы бір-біріне қарап отыр ғой. Былайша айтқанда кемедегінің жаны бір. Қазір Орта Азиядағы көп мәселелер бір-біріне қарайлап тұр ғой. Себебі мына жақтағы Қытай факторы болсын, Ауғанстан факторы болсын, Ресейдің ықпалы болсын, оның барлығы Орта Азия елдеріне тең дәрежеде түсіп тұр. Сондықтан бәрібір саясатта да, көзқараста да, ұстанымда да көп ортақ мәселелер болатын ол заңды ғой. Өйткені бәрібір біз
тағдырымыз бір, жолымыз бір, әлеуетіміз де шамалас қой дегендей ғой. Бірінен бірі қатты озып быраққан ештеңке жоқ. Енді пікірлер бар, бірақ ше, экономикадан алда, мынадан озып кет. Жоқ, енді ол жекелеген әртүрлі салаларда біреу мына саладан озық, біреу мына саладан озық, демографиядан олар озық болуы мүмкін, демократияның кейбір тұстарында біз озық болуымыз мүмкін, бірақ жалпылай алғанда шамалас қой негізінде. Әлеуетті несі де. Сосын ол бәрі жаңа бұзауға, өгізге туған күн бұзауға да туады дегендей, бізге келген проблема бәрі оларды айналып өтпейді, айналып келгенде. Сондықтан кешегі жеңістеріміз, бүкіл қазақ елін қуантып жатқан көк туымыз көтеріліп, гимніміз ойналып жатқан жеңістеріміз құтты болсын жігіттер. Рахмет.